мен сұрақтарым бір емес бірнеше адресатқа арналады. Біріншісі әрине өкілетті орган ретінде энергетика министріне, одан кейінгі жерде мынау теңіз, Қашаған, Қарашығанақ өкілдеріне. Енді бүгінгі таңда біздің осы үш ірі жоба, жаңа Еділ Терекбайұлы өзінің сөзінде атап өткендей, үш кит Қазақстандан өндіріліп жатқан мұнайдың 60%-ын өздері өндіреді екен. Яғни олардың үлес салмағы 60%-ды құрайды. Бірақ бұл үш ірі жобаның ішкі нарыққа мұнай өнімдерін жеткізуге қатысты ешқандай міндеттемелері жоқ. Осыған байланысты энергетика министріне сұрағым, айтыңызшы, осы теңіз, Қарашығанақ және Қашаған жобалары ішкі нарықты мұнаймен қамтамасыз етуге қатыспайтындығына байланысты сіздің министрліктің осыған қатысты нақты бір жұмыс жоспарында мәселелер бар ма? Осы үш жобаны қатыстыруға қатысты. Сонымен қатар теңіз, Қарашығанақ және Қашаған өкілдеріне сұрақ, болашақта ішкі нарыққа жеткізу жоспарына жыл сайын 5 миллион тоннаға дейін және мұнай жеткізу және оның мөлшерін ұлғайтып отыруға мүмкіндіктері бар ма? Осы нақты сұраққа нақты жауап беруін сұраймын. Рахмет. Ну, я уже частично комментировал данный вопрос. Действительно, в соглашении о разделе продукции предусмотрена возможность операторами данных нефтедобывающих проектов поставка до 100% нефти на внешние рынки. И возможность поставки, я говорю, ограничений на поставки на внутренний рынок нет. То есть при наличии соответствующей цены, то есть которая обеспечит экспортный нетбэк, я говорю, мы как министерство и наш оператор Казмунайгаз готовы провести с ними переговоры, открытые, добросовестные в рамках международного права, в рамках исполнения наших обязательств по нашим соглашениям по возможности поставки таких объемов на внутренний рынок. Пожалуйста, Тенгиз-Шевройл, да, нет, Норд-Каспиан, Карачаганак, буквально прошу в такой последовательности. Тенгиз-Шевройл. Вопрос понятен? Yes, thank you very much for the question. Certainly appreciate the opportunity to address this distinguished group. At Tengiz Chevroil, we follow the formation agreement and we follow all the applicable laws. Мы также работаем с Министерством энергетики для того, чтобы отвечать всем имеющимся требованиям на данный момент. NCOC. Добрый день, уважаемые парламентарии. Идентично в НСОС мы работаем согласно положениям СРПСК, где прописаны регуляционные меры по экспорту и также сбыт кашаганской продукции. Это не прерогатива самой НСОС, а акционеров. Вопросом занимаются сами акционеры. Спасибо. Понятно, да? Пожалуйста, Карачаганак, Петролиум. Касательно по Карачаганаку, на нас также распространяется положение окончательного соглашения о разделе продукции. Мы работаем с Министерством энергетики и постоянно рассматриваем варианты, какие есть. Касательно сбыта продукции, также наш ответ также солидарен с НСОС.